Сәлем достар, бүгін біз Қайсар туралы 50 факт айтамыз. Сіздер лайк басып кетіңдер. Ал біз бастаймыз. Толық аты жөні Қайсар Қасымбек Батырбекұлы. Шымкент қаласы Достық районында тұрады. Ол анимацияларын Adobe Animate бағдарламасында жасайды, бірақ баяғыда пилот аниматорда жасайтын еді. Өмде. Оның анимацияларында екі басты кейіпкер бар. Ол Момын мен Қайсар. Оның масты үші арнасы бар. Қайсар өзінің стилін кішкене өзгерген. Оның леспи арнасы бар, бірақ біршама уақыт бойы видео салмапты. Оның ең жақын досы Олжас Тоқабай. Қайсардың қазіргі телефоны Redmi Note 8P және оның графический планшеті бар. Ол өз арнасына жақында ғана монетизация қосқан болатын. Қайсардың активі түсіп кетті, өйткені жеке өмірінде мәселелер бар. Оның Discord сервері бар. Қайсардың ютубтағы арманы 10 мың подписчик бар. Оның және достарының жеке WhatsApp группасы бар. Ол жерде тек Қайсардың жақын достары. Онымен қоса Қайсардың Telegram арнасы да бар. Дәл қазіргі уақытта ол ескі видеоларын өңдеумен айналысады. Оның шарықтаған уақыты қыз мезгілі. Сол кезде актив керемет болған. қазір Ыдана мен еткі деген проектісін істейін деп жатыр. Ол арнасында ең бірінші МКАХ деген анимацияларын шығарды. Қайсар 9-шы сынып оқиды. Тағы ешкім біле бермейтін факт, оның ең алғашқы достары Әлинұр, Баружан болған. Және Қайсар Майнкрафт, Brawl Stars деген ойындарды ұнатады. Ол мектепке тарих, ағылшын, алгебра пәндерін жақсы көреді. Қайсар музыка тыңдамайды. Бір кезде Нұрлан Қалам өзі туралы түсірілген видеоларға ақшалай сыйлық берген. Қайсар Нұрланнан 2000 теңге ұтып алған. Қайсар өзінің жақын досымен, яғни Олжаспен 4 рет коллаб жасаған. Және оның арасындағы ең сәтті видеосы Ванап әлеміне түсіп кетті дегені болған. Осы оқиға туралы тағы қызықты факт. Ол анимацияға дәже басқа ютубер реакция жасаған. Қайсар өзінің негізі стилін 4 рет ауыстырған. Және ол фурилерді жек көреді. Оның жақын достарын атап шықсам: Аслан Асқар, Аружан, Нұркен Жансая. Оның ең жақсы көретін стикері. Айтпақшы, Қайсар осы үш сиырдың фанаты. Қайсардың тарихындағы ең басты хитері. Және көбісі білет, бірақ ұмытылған факт. Оның YouTube арнасы Қайсар анимешн емес, Қайсар Продакшн болған. Ал ең бірінші аты Қайсар 2010 болған. Қайсар 2022 жылдары арнасы толығымен ағылшын тілінде болды. Қазір сол арнасында 7000 подписчик бар. Қайсар Скибиди туалеттер жайлы видеоны да түсірген. Қайсардың Майнкрафт туралы анимация жасайтын досы бар. Оның 124 видеосы бар. Оның TikTok арнасы басында осылай болған. Ора достар, және соңғы факт. Қайсардың құпия видеосы бар. Бубынусни факт. Қайсар осы видеоны көреді. Ал достар, видео ұнаса қолдап кетіңдер. Набайды.